Здравствуй, родная Сапура. Сегодня первый день нового. Сәлеметсің бе, жаным Сапура. Міне, бүгін 1944 жылдың 2 қаңтары. Біз болсақ, ашық аспан астында, аяздамыз. Боран, қар үйіріп соққан жел. Айналада адамға толы жалғыз блиндаждан басқа ешқандай жай жоқ. Хатты тіземе қойып жазып отырмын, ыңғайсыз. Оған қоса қараңғы, жол сызықтары көрінбейді. Қымбаттым, жаңа жылмен құттықтау хатын жіберудің орнына осындай көңілсіз сөздер жазып отырғанымды кешірерсің. Бұл өмір жағдайына байланысты іс қой. Тек жаңа ғана бойымды жылытайын деп осында 1 минутқа кірген едім, сен есіме түсе кеттің. Қой, қобалжытуым жетер. Сені жаңа жылмен құттықтаймын. Бақытты өмір сүріп, адам болуыңа тілектестігімді білдіремін. Осымен хатымды аяқтаймын. Күзетке шығуым керек. Әзірше қош, сүйдім, Лия.